Сәлем достар, Ассалема арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоблогымызда духовкада піскен балық әзірлейміз. Бізде сазан балығы. Осы балығымызға қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұзымыз және майонезімізді араластырып, қазір балығымызға жағып духовкаға саламыз. Алдымен балығымызды қазір кесіп бөліп аламыз. Балығымызды турап дайындап алдым. Тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, майонезімізді жақсылап араластырып, майонезімізді балығымыздың көлеміне қарай аласыз. Жақсылап араластырып аламыз. Және осы дайындап алған соусымызды балығымызға жағып шығамыз. Балығымызға майонезімізді толықтай жағып шықтық. Енді 180 градус пешімізге пісіріп аламыз. Балықты майға қуырып жегеннен көрі, осындай духовкада пісіріп жеген өте дәмді. Біріншіден жаңағы майға қуырған кезде үстімізге майдың иісі сіңіп қалады. Одан кейін жаңағы ұзақ қуырамыз майда. Өзіме майға қуырған онша ұнамайды, сондықтан осылай пісіремін. Мінекей достар, біздің балығымыз дайын болды. 180 градуста 45 минут пісіріп алдық. Сондай өте дәмді, жұмсақ піседі. Егер рецепт ұнаса, пісіріп көріңіздер. Және лайктарыңызды ұмытпаңыздар, каналыма тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.